Ал енді сатира тақырыбына ауыссақ. Сатира мен юмор күштілер қаруы. Бұл белгілі ғалым, ұстаз, сатира зерттеушісі Темірбек Қожакеевтің сөзі. Сатира қоғамдағы жағымсыз болмыс құбылыстарды, адам бойындағы ұнамсыз мінез қылық әдеп тәртіптерді әшкерлеп, күлкіге жығу, келемеш ету ниетімен жазылады дейді Қожакеев. Қазақ сатирасының тарихын зерттеп, бір жүйеге түсірген Темірбек Қожакеевті білмейтін жан кемде-кем. Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін 20 жылдан аса басқарып, темірдей тәртіп орнатқан Темкең, қазақ әдебиеті мен баспасөзінің теориясын қалыптастырған ғалым, қарымды публицист, шәкірт тәрбиелеген білікті ұстаз. Осы сол кездің өзінде көрнекті жазушыларымыз, мысалы Ғабит Мүсіреповтің, Сәбит Мұқановтың, Хамза Есенжановтың шығармаларындағы кейбір тұтқыр ойлар болса, орында болмай жатқан бір сөз сөйлемдер болса, соларға дейін дізіп, мазмұнына қоса, соның бәрін жазып отырған екен жастар газетіне. Темірбек Қожакеев жас тілшілер серігі, жыл құстары, көк сеңгірлер, сатира дәуір сынды кітаптардың авторы. Еңбектерін студенттер оқулық ретінде қолданады. Қазақ журналистикасының дамуына мол үлес қосқан Темірбек Қожакеевтің құрметіне биыл 2-ші рет Қожакеев оқулары өтті. Студенттер ғалым өмірін, ғылыми қызметін, қайраткерлігін, ұстаздығын зерттепті. Бұл тек Қожакеевке өзіне ғана қатысты емес, сол Қожакеевтің еңбектеріне арқау болған мәселелердің бүгінгі біздің ғалымдарымыз қалай зерттеп жатыр. Сонда бұның мақсаты негізгі, енді осы айтылатын мәселелердің айтылуының мақсаты, ол ең алдымен журналистика мамандығын дайындау. Теориялық тұрғыдан және тәжірибелік тұрғыдан. Студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми ізденісін жетілдіру үшін ең үздік ғылыми жоба, публицистика, сатиралық туынды, мультимедиялық жоба аталымдары бойынша анықталған жеңімпаздарға Қожакеев атындағы шәкіртақы табыс етілді. Осы конференцияға қатысып, жеңімпаз атанғаныма өте қуаныштымын. Себебі біздер Темірбек Қожакеевті үлгі тұтамыз, мақтан тұтамыз және оның тағылымын өзіміздің ойымызда мәңгілікке жадымызда ұстаймыз. Алтынның сынығы Медет Қожакеев әкесі туралы тың ақпараттар мен суреттерді жас ғалымдарға ұсынып, ғылыми жұмыстарын ары қарай дамытуына көмек көрсетті. Темірбек Қожакеев мектебін көрген 1000-нан астам шәкірт қазір қазақ журналистикасының биігінде жүр. Енді жыл сайын Қожакеев оқулары өтіп тұрмақ. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының мұраларынан сатиралық шығармаларды алғаш байқап, таныстырып, түсіндірген де Темірбек Қожакеев еді. Абайдың отты ащы әзілге құралған болыс болды мінекей өлеңін ерекше талдап, маңызын ашып көрсетті. Журналистика факультетінің түлектері арасында әйгілі деканның сөздері әлі күнге айтылып келеді. Мәселен, сен алдымен қолыңды жумас бұрын полыңды жуын керек. Қожакеев балконнан емес, желкеңнен қарап тұр. Осы секілді материя айналып кеткен сөздері бар.